Қазақстан Республикасы парламент мәжілісі депутаттары қызыл автобуспен Түркістан облысына аттанды. Сапар барысында Сайрам, Төле би және Қазығұрт аудандар тұрғындарының мұны мұқтаждарын естіді. Халық арасында наразылық өршіп тұр, оған себеп көп. Жайылым жерінің жоқтығы бірнеше аудандардың ортақ проблемасы. Мал тастақ жерде жайылғандықтан азығын қосымша сатып алуға тура келеді дейді Қасқасу ауылының тұрғындары. Ал енді мынау халықта қазір жайылым жылдан жылға тарылып бара жатыр ғой. Жылдан жылға тарылып бара жатыр. Бұл мен жас бала кезімнен осы таудың барлығын білемін. Осы таудың мына таудың аржағында Қырғыздың тауы бар. Сояққа дейін осы елдің малдары Сайрам ауданы, Төле би ауданы, Қазығұрт ауданының малдарының бәрі осы жаққа сыйып жататын. Қазір мынау өзіміздің ауылдың малы сыймай жатыр. Жібере алмаймыз. Қасқасуда таза ауыз су тапшы. Қызыл автобуспен Түркістан облысына аттанған Қазақстан Халық партиясы атынан сайланған мәжіліс депутаттары ауыз судың үлгісін сараптама жасау үшін алды. Мәселесіне келсек, ауылдық жағдай өте қиын болып тұр су мәселесінде. Өйткені суды апарғанда бұлақтың аузына қоя салған. Ашық күйінде, ол судың үстінде мал жатыр қазір. Жайында жүрген мал қазір күндіз ыстықтайды, бәрі сол малдың жаңағы аяқпен жүріп тастаған, содан бөлінген жаңағы малағы бар, басқасы бар, құмы бар. Суы сөйтіп тұрбан ішіне кіріп жатыр. Сөйтіп ауылдағы тұрғын нелерінің бәрін, құбырлардың бәрін бекітті. Құм. Сонымен сапасы су ішіп жатыр. Оны жаңағы үлкендер ішпейді болса да, балдар енді күнделікті баланың соңында жүрмейсің ғой. Шығатты жаңағында бұрап шылдыраған аққан суды ішіп жатыр. Ал ертең ол балаға кім жауап береді оның ауырмасына. Сондай жағдайлар болады ауылда. Судың сапасы төмен, барып құйып алып қойып қойсаң, ат үстой. Түбінде, атыстың түбінде құмы бар, басқасы бар, құрты бар. Дәмін алып көрсең, иісінерсің, суда сондай жағымсыз иістер шығады судан. Түркістан облысы Төле би ауданының халқы үкіметке деген наразылықтарын Қазақстан Халық партиясының депутаттарына білдірді. Оларды алаңдататын басты проблемалар ол субсидия мен жайылым жерінің жоқтығы және ластанған ауыз су. Қазір мысалға үлкен мәселе болып тұрған себебі қоғамдық жайылым болып тіркелген жерлер мысалға сол мәселені қорғаумен жүрміз. Міне Ерлан, міне журналист жүр, міне Ләззатта жүр. Бұл жерде жаңағы байлардың жері емес, қарапайым халықтың бірсіге жайылатын жердің мәселесін шешіп алу керек болып тұр. Дұрыс айтасыз. Одан кейін жерді тұтыну кооперациясын Нұрсұлтан Назарбаев өзі тапсырма берді. Ол қашан қабылданады? Міне сіздерге қазір ең біздің күрделі мәселе, мына халықтан қазір сұрасаңыз, қайсысы қашан ет жеді? Етті только праздникке жейміз. Енді мен айтайын дегенім, өйткені етті біз не үшін жемейміз? Өйткені біздің малымыз, қойымыз жоқ. Мәселе мынада, қойымыз, сиырымыз қағаз жүзінде бар. Мысалы бізде аудан бойынша 95 мың қой болса, сол 75 мыңы бізде Қоғалы ауылдық округында жазылған. Соны біз зерттеген кезде ол қағаз жүзінде бар. Оған екінші банктен кредит алған, арзандатқан. Бірақ ана мал о жерде жоқ. Аудан әкімінің, тоқтаңыз, аудан әкімі орынбасары ол бар дейді. Ауыл әкімі Қайрат Қыпшақов ол жоқ дейді. Сиыр мәселесі де оған ол қағазда бар, өмірде жоқ. Оған тағы мемлекеттен субсидия алып жатыр. Сонда біз ауадағы етті скоро қағаз жүзде жейміз да бәріміз. Сондай мәселе. Субсидияның барлығы жемқорлықтың қалтасына кетіп бара жатыр, халыққа жетпей отыр. Мына жерде суды барып көрейік. Біздің халқымыздың суы ешқандай сынды көтермейді екен. Таудан ағатын жақсы сапалы суды бұлар лайлап, қорғамай, немқұрайлықпен беріп отыр. Ең бастысы беріп қана отырған жоқ, тегін сатып отыр. Қандай адамдар? Жүріңіздер. Халық партиясы өтпейтін жер жоқ. Өйткені біз халықпен біргеміз. Мына суда, ана суда анаған барып қосылып жатыр. Міне, мынауды баспақ. Қазір пішіріп адам болғаннан кейін кешіріп келсек малдың бәрі өшірді. Мына көрдіңіздер ме? Міне малдың бәрі өшірді. Міне малдың малағы жатыр ғой. Бұл енді ешқандай сынды көтермейді, мынаны қараңыздар. Мынау біздің халқымызға рахмет. Осы суға да төлеп, осының мәселені көтерсе, жылдап шешілмей отыр. Бұл қалай болған онда?
естуші мемлекетіміз қайда біздің? Жергілікті әкімдер ай қарап отыр ма мына жерде? Ауданның әкімі бар, ауылды мекеннің әкімі бар. Мына біздің халқымыздың, қарапайым халқымызды қанайтын кімдер олар? Әкім халыққа жақын болу керек. Мынау не сұмдық вообще? Мына қазір біз суды, арнайы судың қазір сапасын тексеру мақсатында аламыз. Оны ертең барып, экспертизаға беріп, егер судан кемшілік шығатын болса, осыны істеп отқан азаматтарға іс қозғалған былай тұрсын. Олардың жандары шығатын болады. Қазақстан Халық партиясы атынан сайланған мәжіліс депутаттары Қазақстан Республикасының президенті атына хат жолдап, премьер-министр атына депутаттық сауал жолдамақшы. Сол себептен біз қазір президентке хат жолдаймын деген арнайы дайындап жатырмыз хатты. Одан бөлек үкіметке, премьер-министрге депутат сауал жасамақшы осы мәселе бойынша. 3 күн ішінде қызыл автобус Түркістан облысының 3 ауданын аралап шықты. Депутаттар халықты мазалайтын проблемалармен бетпе-бет кездесті. Айтылған мәселелердің барлығы қоғамдық бақылауға алынды және шешімін тапқанша депутаттардың назарында және жіті қадағалауында болады.